Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге келесі аптаға болжау түсіргелі отырмын. 4-ші желтоқсан 10-ші желтоқсанға дейін барлық жұлдыз белгісін не күтеді. Осы бөлімде біз тоқтыдан бекештерге дейін қарайтын боламыз. Тоқтыдарды 4-нен 10-ші желтоқсанға дейін не күтеді. Арнаға жазыңыз, пікірлеріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Сонымен болжамымызды бастайық. Бізде бірінші тоқты белгісі. Тоқтыдарды 4-ші желтоқсан 10-ші желтоқсанға дейін тоқтыдарды не күтеді? Қарайық. 4-ші желтоқсаннан 10-ші желтоқсанға дейін тоқтыдарды не күтеді? 4-ші желтоқсаннан 10-ші желтоқсанға дейін тоқтыдарды не күтеді? 4-ші желтоқсаннан 10-ші желтоқсанға дейін тоқты белгісі не күтеді? 4-ші желтоқсаннан 10-ші желтоқсанға дейін тоқты белгісі не күтеді? 4-ші желтоқсаннан 10-ші желтоқсанға дейін тоқты белгісі не күтеді? Қарайық. Тоқтыдарға 4 кубков түсті. Сонымен видеомызды жалғастырайық. Тоқтыдарға 4 кубков түсті. 4 кубков ол сіздердің стихиядарыңыз емес, ол сіз огнеңізді, сіздердің стихиядарыңыз жазылы. Сондықтан сіз өзіңізді жайсыз сезінесіз. 4 кубков сіздің көңіл күйіңіз осы аптада болмайды, және келген мүмкіндіктерден бас тартасыз. Қаламайсыз, бір нәрсеге түңілесіз, қаламайсыз, келген мүмкіндіктерден, жаңа мүмкіндіктерден бас тартасыз. Бір нәрсені бастаудан сіз қиналасыз, және дайын болмайсыз, жаңа мүмкіндікті алуға дайын болмай тұрсыз. Осы аптада тоқты белгісі. Және сізге кеңес канаттардан сізге келген мүмкіндікті бас тартпаңыз, қабылдаңыз, қараңыз. Сізге жақсы мүмкіндік кеп тұр. Және көңіл күйіңіз болмайды осы аптада. Эмоция, көңіл күй сізде көңіл күйіңіз нашар болады, көңілсіз боласыз осы аптада. Келесі жұлдыз белгісін қарайық, ол бізде торпақтар. Торпақтарды 4-ші желтоқсаннан 10-ші желтоқсанға дейін торпақтары не күтеді? 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 Қарайық. Сонымен торпақтарға 6 жазыл түсті. 6 жазыл торпақтар. Сіздер өте жақсы көңіл күйіңіз болады, жұмысыңызда сізді жеңіс күтеді, және жақсы ұсыныс түседі, жаңа жоба аласыз, және алған ісіңізді аяқтайсыз, өте жақсы аяқтайсыз. Сізді марапат, алғыс, жеңіс күтеді жұмысыңызда. Көбінесе ол жұмыста болады. Сонымен апталарыңыз өте сәтті өтеді. Торпақтар, арнаға жазыңыз, пікірлеріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі жұлдыз белгісін қарайық, ол біз егіздер. 4-ші желтоқсаннан 10-ші желтоқсанға дейін егіздерді не күтеді? 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 Қарайық. Егіздерге бізде не түсті? Қарайық. Ол бізде королева Пентакли. Королева Пентакли
егіздер осындай королевамен қарым-қатынаста боласыз, ол жұмыста мүмкін сіздің бастығыңыз, және сондай адаммен қарым-қатынаста боласыз. Королева Пентакли ол бізде земной знак, ол жұлдыз белгісі бойынша тауешкі болуы мүмкін, немесе торпақ болуы мүмкін, жұлдыз белгісі бойынша, немесе бикеш болуы мүмкін. Ол өте адал, өз ісін білетін адам, әйел, ақылды, адал, мейірімді адам болады. Өз ісін нақты білетін, орнықты орындайтын бәрін адаммен қарым-қатынасы болады, немесе өзіңіз осындай қасиеттерді танытасыз. Егіздер, келесі бізде шаяндар. 4 желтоқсан 10 желтоқсанға дейін шаяндары не күтеді? 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 Қарайық. Шаяндарға восьмерка пентакли түстім. Шаяндар осы аптада өте көп жұмыс болады. Сіз жұмыс көбейеді және сіз оны өте жақсы, тиянақты орындайсыз. Денсаулығыңыз өте жақсы болады. Восьмерка пентакли, егер жұмыс жоқ болса, немесе осы аптада өте көп жұмыс келеді, жаңа заказдар түседі сізге. Сондықтан басыңызды алмай жұмыс жасайсыз. Егер студенттер болса, оқуда көп оқисыз, бір нәрсемен қатты айналысасыз, сессия тапсырасыз ба, реферат жазасыз ба, сол жоба болса, жұмысшылар соны қорғайсыз ба, сол жұмысыңыз өте көбейеді және жаңа мүмкіндіктер келеді, және ол студенттерде оқу процесін білдіреді. Келесі жұлдыз белгісі бізде арыстандар. 4 желтоқсан 10 желтоқсанға дейін арыстандары не күтеді? 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 Арыстандарға. Семерка мечей арыстандар біреу алдауы мүмкін. Арыстандар адамдарға өте сенгіш белгі. Сондықтан сізді біреу алдап кетуі мүмкін. Сондықтан адамдарда алданбаңыз, сенбеңіз, және мошенниктер көбеюде қазір. Картаңызға, затыңызға бәріне мұқият болыңыз. Немесе арыстандар осындай қасиет танытады. Біреуді алдап кету, өтірік айту, алдау, арбау, өтірік айту, біреудің затын алып кету. Сондай боласыз. Сізге тән қасиет емес арыстандар. Сондықтан өзіңізді жайсыз сезінесіз осы аптада. Арнаға жазыңыз, пікірлеріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі жұлдыз белгісі бізде бикештер. Бикештерді 4 желтоқсан 10 желтоқсанға дейін бикештерді не күтеді? 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 Қарайық. Туз кубков түсті. Туз кубков ол бізде эмоцияңыз өте жоғары, көңіл күйіңіз өте көтеріңкі күйде болады. Сіздің стихияңыз емес, бикештер бізде земной знак, сізге кубки түсті. Начало. Ол қарым-қатынаста, мысалы, қыздар болса, сізге ұсыныс түседі, күйеуге шығу деген, немесе жұмысыңызда жақсы ұсыныс аласыз, мысалы командировкаға баруға, саяхат
саяхаттауга мисалы ұсыныс түседі сізге, ол немесе сіз саяхатта мысалы билет ұтып аласыз, сонда сондай жағдайлар болады. Көңіл кеңес өте көтеріңкі, эмоцияңыз көп болады осы аптада, бірақ эмоциямыз ол бізде жақсы да жаман да болуы мүмкін, бірақ соңында еске алып отырыңыз. Немесе тойға барасыз, кубок көтересіз, тойлайсыз, немесе келе жатқан жаңа жыл, соған байланысты көңіл күйіңіз өте көтеріңкі болады. Соны арнаға жазылыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басыңызға, құрметті көрермендер. Сонымен болжамымызды аяқтайық. Келесі аптаға дейін аман сау болыңыздар.